Ассаламуалейкум. Умра туралы кішігірім ақпараттар беріп кетемін. Сіздер видеоны соңына дейін қараңыздар. Сабыр сізде дәл осы жерден басталады. Осы видеоны соңына дейін қарап, умраға барғысы келіп жүрген және кімге умраны қалайсыз, сол адамдарға бөлісіп қойыңыздар. Себебі көп адамдар менде қаражат жоқ және умраға дайын емеспін деп умраға дайындықсыз барып қалады. Сол себептен қай нәрсе болса да дайындықпен барған абзалырақ. Умра жасау және умра барысында туындап қалған сұрақтарға жауап ретінде осы видеоны арнайлап жасадым. Кейбір түсінбеген адамдар үшін ерінбей сызбамен де түсіндіріп кеттім. Мұқият қараңыздар. Бірнеше шақырым жерден арнайлап келіп тұрғасын жерде дайындықсыз болмасын деп, сол дайындық ретінде бүткіл дұғаларды, зікірлерді де жазып кеттім. Ендеше кеттік. Меккеге кіретін 5 қақпа бар. Сол 5 қақпадан сіздер 2 рәкат намаз оқып ихрамға кіресіздер. Ихрамнан кейін сабын пайдалану, шампунь пайдалану, қасында әйеліңіз бәрі харам болады. Және осы қағба көрінгенге дейін тәлбияны айтып келесіздер. Ол былай: лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Осы дұғаны қазақша аудармасымен видеоның соңына қарай жазып кететін боламын. Ал әзірге гидті сәл тыңдап жіберейік. Сіздер қоя, Әбу-Ләхаб үйіне қажетхана соққан. Енді пайғамбар салам үйіне келетін болсақ, пайғамбар салам үйіне кітапхана қазір. Көріңіздер қоңыр здания. Енді адасып кетсеңіздер не істейсіздер? Әбу-Ләхабтың Қағбаның кез келген тұсынан кірген болсаңыз, айналып қара тас тұрған жерден бастап есептейсіздер. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп дәл сол қара тастан бастап есептеледі. Қағбаға қарасаңыз қара тас тұрады және жарда оң жақ өзінің белгісі тұрады. Дәл сол жерде оң қолыңыздың алақанның аясын сүйіп, бисмилля Аллаху акбар деп қара тасқа қаратып, солай 3 рет жасайсыздар. Содан кейін өзіңіздің зікірлеріңізді, дұғаларыңызды айтып, емен бұрышына дейін айтып келесіздер. Емен бұрышы өзінің белгісі бар. Дәл сол жерден бастап қара тас аралықта Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар дұғасын айтып қара тасқа дейін барасыздар. Және қара тастан қайттан қара тасқа келгеннен кейін оң қолыңызды алақанын сүйіп, иықтан жоғары көтеріп, қара тасқа қаратып, бисмилля Аллаху акбар деп дәл солай 3 рет жасайсыздар. Әр тауап сайын соны қайталайсыздар. Содан кейін Ибрахим мақамының артына 2 рәкат тауап намазын оқисыздар. Болғаннан кейін тұрып зәмзәм су ішесіздер. Зәмзәм су ішкеннен кейін Сафа Маруаға барасыздар. Оны қазір көрсететін боламын, Алла қаласа. Тауап кезінде ер адамдар ихрамнан оң иығын ашып жүреді. Және 7 рет айналып болғаннан кейін Ибрахим мақамының артына намаз оқитын кезде иығын жауып намаз оқиды. Намаз 2 рәкат Кафирун және Иқлас сүресін оқыған абзал. Сафадан бастап келген зікір, келген салауат. Түнгі сағат 3. Қажығына жасылдықта әшейін үйек кешекпен жүгіреміз. Жүгіреміз. Артта әйел кісілер бар. Жасылда жүгіреміз әлі.
Marwa geldik. Marwa'nın ana önceki barıp bastayım mı? Energe var, dua yatıp da kaçalım. Ha? Energe var, dua yatıp da araya gidelim. Ha. Naci var dua ediyorsun da kayıttan gidiyorsun da. Marwa. Safada тауға жақындап дұға еткен абзалырақ. Содан біз дұға етіп, міне Марваға келдік. Марва аралықтары кез келген дұғаларды айтасыздар. Марваға келгеннен кейін Марваның өзін тауына жақындап, яғни дұға еткен абзалырақ, яғни жақындау мүмкіндігі болса. Міне мына жерде жасыл белгіде ер адамдар жүгіреді, әйел адамдар жүгірмейді. Және қара тасты айналған кезде бір групп бір болды ғой. Ал мына жерде Сафадан Марва біреу, Марвадан Сафаға екеу, Сафадан Марваға үшеу болып дәл солай есептейсіздер. Сол дұғаларды, тілектердің бәрін айтып болғаннан кейін, жеті жастағаннан кейін шаш қиюға шығасыздар. Осылай далаға шыққаннан кейін шашты қысқартасыздар. Немесе тақырлап тастауларыңызға болады. Яғни өзіңіз қарайсыздар. Шашты қиып болғаннан кейін сіздер ихрамнан шығасыздар. Содан кейін өзіңіз емін-еркін шай тамақ ішулеріңізге де барлығы да болады. Яғни ихрамнан шықтыңыздар. Өздеріңізде әйелдеріңіздің қастарына барып тілдессеңіздер де болады. Жалпы сабынын қолдансаңыздар да болады. Жалпы ихрамнан шықтыңыздар. Шығатын кезде өйстіп темірлердің арасына өтеді адамдар. Ортаға түсіп кетті. Ана аяқтан автобустарға есік ашады. Бұл жерде өзінің ережесі бар. Яғни темірдің арасымен келгеннен кейін есікті жауып тастайды. Есікті жауып тастағаннан кейін оны сабыр етіп асықпай күтесіздер. Себебі мына тұрған автобустардың барлығы адамға толық, олардың бәрі кетеді. Яғни ешқандай адамдар жолға шығып бөгет жасамау керек. Осы автобустар кеткеннен кейін артында жаңадан келіп тұрған автобустар бар. Солар алдыға жылжиды. Алдыға жылжығаннан кейін осы жерде полиция қызметкері ысқырып есікті ашады. Жайлап сабырмен барып өтіп автобусқа мінесіздер. Біздер ихрамнан шыққаннан кейін сағаттың ең жоғары этажынан біздер міндік. Дәл осы жоғарыдан Қағбаны тамашаладық. Группаға келген видеоларды жинап осында видео ретінде салып жатырмын, құрастырып. Яғни негізі көзбен көрген бөлек. Бұл яғни умраның ішінде негізі жатпайды, сіздер ойлап қалмаңыздар. Умрадан кейін осы сағат үстіне көтеріліп Қағбаның үстінен қара өрік деген сияқты ойлап қалып жүрмеңіздер. Ол қате түсінік. Біздер енді келіп тұрған жерде жоғарыға мінуді жөн көрдік. Осы жоғарыдан қараған кезде Қағба дәл осындай. Өз көзімізбен тамашаладық. Жұмыстары жүріп жатыр. Және осы жоғарыдан қарағаннан кейін астында музей бар. Музейді де тамашаладық. Егер музейді қарағыңыз келсе, менің осы YouTube каналымда осы музейдің видеолары бар. Соны қарасаңыздар болады. Әрине бізге келіп тұрғасын бәрі қызық. Себебі алдағы уақытта Сауд Арабиясына видеомен түсіруге рұқсат бермей жатыр. Сол себептен түсіріп қалды, жөн көрдік. Бұл жерге келгендегі ниеттеріңізді қайта-қайта туралап, ниеттеріңізді қайта-қайта жаңартып тұрыңыздар. Айналған кезде сол жаққа Қағбаға қарап тұрып айналасыздар. Және де бұл жерде неше түрлі ұлт, неше түрлі адамдарды көресіздер. Оларға назар салмаңыздар желайтыны. Себебі ол көзбен көргеннен кейін ойыңыз бөлінеді, ойыңыз бөлінгеннен ниетіңіз бұзылады. Бұл жерде сіздің негізгі мақсатыңыз ниетіңізді қайта жаңартып, ниетіңізді туралап, максималды дұғаларды айтып, бұл моментті пайдаланып қалу сіздер үшін ең бастысы.
ешкіммен қасында адамдармен де әңгіме айтпаңыздар, оған да жауап бермеңіздер жалайтыны. Бұл видеолар сол группаға келген видеолар жинақтап сіздерге пайдалы болсын деп ақпаратпен бөлісіп жатырмын. Осы YouTube каналыма жазылып бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттар салып тұратын боламын. Так, міне мынау Меккедегі сағат. Меккедегі сағаттың астындамыз. Енді ең керемет жер міне. Так, осыны. Так, бұны тағы да қайталап ескертемін. Бұл группаға келген видеоларды мен құрастырып осындай видеоролик жасадым. Себебі алдағы уақытта Сауд Арабиясы осындай фотоға, видеоға түсіруге тыйым салып жатыр. Сол себептен сіздерге пайдалы болсын деп жинақтап жатырмыз видеоларды, фотоларды. Ең басты ниетіңізді туралап, ниетіңізді жаңартып, енді не болса да осындай көріп ақпаратпен барғандарыңыз дұрыс деп мен кішігірім бөлісіп жатырмын. Егер сіз үлкен кісімен барсаңыз, үлкен кісіні қасыңыздан тастамаңыз, себебі адасып кетесіздер. Ал егер жүруі қиындық тудырып жатса, үстіде жаңа коляскамен өздері жасап беретіндер бар. Өздері айналдырып, тауап жасап береді үлкен кісілерге. Жас үлкен кісілер немесе мүмкіндігі шектеулі кісілерге арналған сондай коляскалар бар. Коляскамен айналдырып беретін болады. Қалбан айналдырып, тауап жасап беретін болады. Алланың жеңілдігі. Біздер Алланың қалауымен физически тыңғылықты дайындықта келдік. Намазға да, тахажжудқа да, бадал умраға да бәріне де Алланың қалауымен үлгердік. Алла қабыл етсін. Сосын видео түсіріп та үлгердік. Ал тақыратам өзіңізге. Және де тағы бір ескертетін жайт, мойындарыңызда бейджик болған жөн. Мысалға сіздер бір турагентствоға барсаңыздар, сол турагентствоның өзінің бейджигі болады. Бейджикте фамилияңызды, аты жөніңіз, қай мемлекеттен келген және қай гостиницада жатқаны барлығы жазулы тұрады. Егер сізде болмаса, сондай бейджик жасап, осы елден жасап алып барыңыз. Себебі адасып кеткен жағдайда, бірден болып қалған жағдайда ол өте қажет болады. Сол бейджикте аты жөніңіз, қай мемлекет, мысалы Қазақстан, телефон нөмірі. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Алланың қалауымен умрамызды аяқтадық. Енді сіздер қайтыс болған ата-әжелеріңіздің, бауырларыңыздың атынан бадал умра жасайтын болсаңыздар, Айша анамыздың мешітіне барып 2 ракат намаз оқисыздар, сол кісінің атынан ниет етіп, және де ихраммен осы Қағбаға келгенше лаббайка, яғни тәлбие айтып келесіздер, және дәл солай умра сияқты қайталайсыздар осы видеодағыдай. Яғни осындай кісінің атынан
бадал умрасын жасауды ниет еттім және осындай 2 ракат тауап намазын оқуды ниет еттім деп ниет етіп, бірінші ракатта кафирун, екінші ракатта Ақлас сүресін оқыған абзалырақ. Егер білмесеңіздер, өзіңіз білетін сүрелерді оқуларыңызға болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кафирун және Ақлас сүресін оқыған. Сол болғаннан кейін уже ихрамға кірдіңіздер, қайтадан сабын, салфетка, влажный салфетка ештеңе пайдалануға болмайды. Әйеліңізді харам, жалпы әңгімелесуге болмайды. Содан кейін ләббайк айтасыз. Ләббайк Аллаху ләббайк, ләббайк ла шарика лака ләббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деп. Сөйтіп дауыстап, ер адамдар дауыстап, әйел адамдар іштен айтады. Бұны Қағбаны көргенге дейін айтасыздар. Қағбаны көргеннен кейін, Қағбаны көріп, уже жаңағы Қаратастан бастап айналасыздар. Қаратастан бастап келесі Қаратасқа дейін уже біреу, екеу, жеті рет айналасыздар. Емен бұрышына келген кезде содан бастап Роббана атинаны айтасыздар дұғасын. Егер дәрет бұзылып немесе намаз бастап кетсе, дәрет білесіздер, намаз оқып келесіздер, дәл сол жерден қайтадан жалғастырасыздар. Сосын болғаннан кейін Ибрахим мақамының артына 2 ракат тауап намазын оқисыздар. Егер ол жерде адам көп сығылысып жатыр, жаңағыдай мүмкіндік болмаса, енді басқа жерден сол маңынан оқи саласыздар. Негізі нарушение жасамаңыздар, ана полициялар қуып жатса, ол жерге керек емес. Басқа ыңғайлы жерге оқисыздар. Ол жерде де кафирун немесе Ақлас сүресін оқыған абзалырақ. Және сол жерде көптеген дұғалар жасай беріңіздер. Және содан кейін тұрып зәмзәм суы ішесіздер. Біреулер бетін жуады, біреулер басын жуады. Енді әркімде әртүрлі, ол жаңағы нақты айта алмаймын. Біздер бетімізді жудық, суын ішіп дұға еттік. Содан кейін Сафа Маруаға бардық. Сафада бірінші тұрған кезде тастың қасынан дұға етіп аласыздар. Содан кейін Маруаға барғанша кез келген дұға айтасыздар. Яғни Сафада тұрған кезде өзінің Сафаның өзінің дұғасы бар, Маруаға барғанда Маруаның өзінің дұғасы бар. Ал екеуінің аралықтарында өздеріңіз қажетті дұғаларыңызды, тілектеріңізді, армандарыңызды айтып жүре бересіздер. Сосын 7 рет болады. Жаңа айттым ғой, Сафадан Маруаға біреу, Маруадан Сафаға екеу. Сөйтіп қайтадан шыққаннан кейін шаш қиясыздар. Шашты міндетті түрде ихрамнан шыққан адам қиюы керек. Сіздер мысалға 4-5 адам болып шығып, бір-біріңізді машинкамен, алмаспен алып тастап жүрмеңіздер. Яғни сол 4-5 адам болып шықтыңыздар, мысалға бадал умра немесе өзіңіз умраңыз жасап, сол Сафа Маруадан шықтыңыздар, сол кезде бір-біріңізді шаштарыңызды алып тастап жүрмеңіздер. Себебі сіздер әлі ихрамдасыздар. Міндетті түрде араларыңызда бір адам ихрамнан шығу керек, және сол шыққан адам сосын машинкамен сіздердің шаштарыңызды алуға болады. Жалпы осы видеороликті сіздерге қажет болып қалар деген ниетпен, сондай үмітпен видеороликтерді құрастырып салып жатырмын. Себебі алдағы уақытта Сауд Арабиясында видеоға түсіруге мүлдем рұқсат етпеуі мүмкін. Сондайлармен естіп жатырмын. Соны естігеннен кейін осы группада енді бірге бардық қой енді умраға. Группаға әркім түсірген видеоларын жіберді, бір-бірімізге тараттық. Солардан жинап құрастырып кішігірім видеоролик ретінде бастан аяқ түсіндіруге тырысып осыны жинап жатырмын. Енді артық кеткен жерлерім болса, Алла разы болсын, кешірім өтінем. Енді бізге өзіміздің гид қалай айтты, солай жасадық. Себебі мен осы уақытқа дейін умра қалай болады, жаңа ихрам қалай кием, ол шешіліп бітпей ме, ол түсіп бітпей ме, сонда сабын байқамай пайдаланып қойсам не болады, және де Қағбаға барып жүрген кезде жаңағыдай дәрет қысса не болады, намаз ұстап кетсе не болады, тағы бірдеңе болса не болады, жаңағыдай аяқ киім шешіп кетсе бірдеңе болса не болады деген сияқты көптеген сұрақтар енді өзімді мықты азалады, шыны керек. Сол себептен сіздерге кішігірім ақпарат болсын, жеңілдеу болсын деп жіберіп жатырмын. Және айтпақшы қосымша айтарым, Қағбаны айналған кезде жалаң аяқ айналасыздар, яғни нәски ештеңе болмайды, ер адамдарда тек ихрам болады, басқа ештеңе жоқ. Ал Сафа Маруаға келген кезде уже аяқ киім киюге болады. Аяқ киім болғанда жаңағы сүннет бойынша шлепка болады,
үлкен башбай мен екінші башбайдың ортасында тұратын андай бір үш бұрышта сондай үш пробкамен сонымен жүрдім. Ешқандай қажаған жоқ, Аллаға шүкір, бәрі нормально. Жұрттар группада ой бұндай қажайды, бұндай не деп айтқан еді. Менде Аллаға шүкір жеңіл өтті. Ең бастысы ниеттеріңізді қайта-қайта жаңартып тұрыңыздар, туралаңыздар. Ең басты ниет, және Алладан жеңілдігін сұраңыздар, умраның жеңіл болуын. Ниетіңізді қайта-қайта туралап тұрыңыздар. Ең бастысы умра, жаңа бадал умра жасап болғаннан кейін барып, осындай тамаққа неге барған кезде енді шамалап аралаймын десеңіздер, аралап өздеріңіздің ниеттеріңізде біздер ең бірінші өзімізге керек нәрселердің бәрін жасап алдық. Ең бастысы сол ниеттеріңізді қайта-қайта туралап тұрыңыздар. Сол мына видеолар енді әркім түсірген видеолар жинап енді кішкене видео болмасын деп мен құрастырып салып қойып жатырмын. Бұл жаңағы сағаттың ішінде 9-шы этажда ерлер намазханасы бар, 10-шы этажда әйелдер намазханасы бар. Назарларыңызға рахмет. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, подписка жасап, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Мүмкін ақпарат пайдалы болып қалар, мүмкін сізге түсініксіз болмағанмен басқаларға түсінікті болып қалар деген ойда сондай ниетпен жасап жатырмын. Бәрімізге де Алла разы болсын. Ниеттерімізді туралап, Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін. Әрқашан жақсылықта қауышайық. Назарыңызға рахмет. Егер араларыңызда дұрыс түсінбеген адам болса, соған түсінікті болу үшін ерінбей, сызбамен түсіндіріп кетейін. Яғни сіздер ихрамнан келесіздер, тәлбиені айтып, лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва никмата лака вал мульк ла шарика лак деп Қағбаның территориясына кіргенге дейін айтып келесіздер. Қағбаны көргеннен кейін тәлбияны айтуды тоқтатасыздар. Қағбаны көрген кезде өзінің дұғасы бар. Осы видеоға салатын боламын. Сіздер қай жерден кірген болсаңыздар, сағат жақтан мына жерден кірген болсаңыздар да айналып келіп осы қаратастың тұсынан бастайсыздар. Мына жерде қаратас көрініп тұрады және жарда жасыл белгісі бар. Осы жерде оң қолыңызды алақанын сүйіп, бисмилля, Аллаху акбар деп, иықтан жоғары оң қолыңызды көтеріп, қаратасқа қаратып, солай 3 рет жасайсыздар. Яғни 3 рет бисмилля, Аллаху акбар деп, 3 рет оң қолыңызды көтеріп, қаратасқа қарай жасайсыздар. Содан бастап тауапты басталады. Ибрахим мақома және осындай дуал тұр. Дуалдың сыртынан, Ибрахим мақоманың сыртынан тауап жасайсыздар, айналасыздар. Айналған кезде неше түрлі адамдар болады, неше түрлі ұлттар болады, оларға мән бермеңіздер. Яғни ниетіңізді қайта туралап, максимальный пайдаланып қалыңыздар. Себебі бұл жерде дұға тілектер Алла Тағала қабыл етеді. Осы жерде сүрелерді, дұғаларды айтып, айналып жүресіздер. Айналған кезде солға қарай, Қағбаға қарап, ойныңызды бұрып, айналып жүресіздер. Дұғаларды, сүрелерді, зікірлерді айтасыздар. Және ер адамдар оң жақ иығын ашып жүреді. Ихрамнан оң иығын ашып жүреді. Өйстіп айналып келгеннен кейін емен бұрышына келеді. Емен бұрышына келген кезде намаздағы дұға Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Осы дұғаны қаратасқа дейін айтып келесіздер. Мына жерден жаяу жүрген кезде айтасыздар осы дұғаны. Осы жерде міне қаратастан бірінші круг бітті. Енді екінші кругта не істейміз? Екінші кругта қайтадан оң қолымызды алақанын сүйіп, жоғары көтеріп, бисмилля, Аллаху акбар деп, солай 3 рет жасаймыз. Әр круг сайын, әр тауап сайын дәл солай қаратасқа сәлем бересіздер. Оң қолыңызды алақанын сүйіп, бисмилля, Аллаху акбар деп, көтеріп қолыңызды солай 3 рет жасайсыздар. Жерде тауап жасаған кезде де. Және әр тауап сайын емен бұрыш мен қаратастың аралығында Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар дұғасын айтасыздар қаратасқа дейін міндетті түрде. Және бұның переводтарын, дұғаны осы видеоға салатын боламын. Және тауап барысында сіздер мысалы мына жерге келген кезде дәрет бұзылып, дәрет қысқан болса, немесе намаз басталып кеткен болса, осы жобадан шығып, әжетханаға барып дәрет алып аласыздар. Дәрет алып келгеннен кейін қайттан сол қай жерден тоқтаттыңыздар, сол жерден жалғастырасыздар. Немесе намаз басталып кеткен болса, намаз мысалы мына жерге келген кезде намаз басталып кетті, азан айтылып, намаз басталып, намаз оқып болғаннан кейін бәрі қайттан тауапты бастайды, сол кезде қайттан сол жерден жалғастырасыздар. Мысалға бір круг айналдыңыз, 2 круг айналдыңыз, 3-ші кругта мына жерге дәрет бұзылып кетсе, немесе намаз оқып басталып кетсе,
дәрет алып келесіз немесе намаз оқып келесіз и осы жерден қайтадан жалғастырасыздар. Мына жерде 3-ші кругты мына жерден аяқтайсыздар. Дәл солай 7 круг айналасыздар. 7 круг айналғаннан кейін мына жерде мыналардың бәрі негізі мешіт, арасынан адам өтіледі, жол бар, коридор бар. Мына жерде үлкен коридор бар. Осы Ибрахим мақамының артында тауап намазын оқу керексіздер. Бұл жерде егер орын болмай сығылысып жатса, мүмкіндік болмаса, шамамен өздеріңізге ыңғайлы жерден оқуларыңызға болады. Негізі осы Ибрахим мақамының артында оқыған абзалырақ. Осы жерде намаз оқитын кезде оң иығыңызды қайттан жауып аласыздар. Тауап намаз оқыған кезде Кафирун және Ықылас сүресін оқисыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол екі сүремен оқыған. Ал егер ол сүрелерді білмеген болсаңыздар, өздеріңіз білетін сүрелермен оқып тауап намазын аяқтайсыздар. Содан кейін шамамен осы жерлерде зәм-зәм суды Кағбаға қарап тұрып ішесіздер, дұға етесіздер, беттеріңізді жуасыздар. Кейбір адамдар басын жуып жатады. Мен өзім бетімді жудым, енді нұрланып жүрсін деген ниетпен. Содан кейін зәм-зәм суды ішіп болғаннан кейін дәл осылай шығасыздар, Сафа Маруаға келесіздер. Сафа Маруаның осы жерде тасы бар, жоғары биіктіктен қара тасқа қарап тұрып дұға етесіздер. Сафаның өзінің дұғасы бар, оны осы видеоға салатын боламын. Егер дәл осы маңайға жақындауға мүмкіндік болмаса, шамамен осы жобалардан тұрып Кағбаға қарап тұрып сол дұғасын айтуыңызға болады. Дұға біткеннен кейін Маруаға қарай жүресіздер. Өзіңізге керекті дұғаларды, тілектерді айтып жүресіздер. Мына жерде жасыл белгі бар. Жасыл белгіде тек қана ер адамдар жеңіл жүгіріспен жүгіреді. Осы жерден аяқтайды. Шамалы ғана жер, сонымен жеңіл жүріспен жүгіреді. Қайттан Маруаға келеді. Маруаның тасы бар. Осы тасқа жақындаған абзалырақ. Сафада Сафаға тасына, Маруада Маруа тасына жақындап, бүйтіп кругты қайтадан жалғастырған абзалырақ. Егер жақындау мүмкіндік болса, себебі адам өте көп. Осы жерден де Кағбаға қарап тұрып дұға етсеңіздер де болады. Енді қараңыздар, сіздер қара тасты айналған кезде мына жерден бастадыңыздар. Қара тастан бүйтіп айналып келіп, міне біреу болды, бітті қара тастан. Міне екеу болды, сөйтіп 7 рет айналдыңыздар. 7 осы жерден бітті, бір круг болды. Ал Сафада міне Маруаға қарай біреу, Маруадан Сафаға қарай екеу, Сафадан Маруаға үшеу, Маруадан Сафаға төртеу, Сафадан Маруаға бесеу, Маруадан Сафаға алтау, және Сафадан Маруаға жетеу. Қарасаңыздар, Сафадан Маруаға қарай тақ сандар болады, Маруадан Сафаға қарай жұп сандар болады. Жетеу. Маруадан Сафаға қарай жүрген кезде жүгіретін жері бар. Сол ер адамдар жүгіреді. Сөйтіп 7 круг жасайсыздар. Осы Маруадан бітеді 7 круг. Осыдан шыққаннан кейін Шашқиға барасыздар. Осы жерде шамамен Абу Лахабтың туалетінің қасында, әжетханасының қасында Шашқи аты жерлері бар. Және де бетіп жүріп келіп, сағаттың астында да Шашқи аты жерлері бар. Сол Шашқиғаннан кейін сіздер ихрамнан шығасыздар. Яғни умраңыз осы жерден аяқталды, умра бітті. Алла тағала умраларыңызды қабыл етсін. Барлығымыз умрасы қабыл болған пенделерден болайық. Егер бәдәл умра жасайтын болсаңыздар, таксимен Айша анамыздың мешітіне барасыздар. Ол мына жақта шамамен. Айша анамыздың мешіті деп алайық осы жерде. Айша анамыздың мешітіне кірген кезде кімнің атынан бәдәл умра жасағалы жатсыз, соның атынан ниет етіп, 2 ракат тауап намазын оқисыздар бәдәл умраға деп. Және Кафирун және Ықылас сүресін оқисыздар. Соны оқыған абзалырақ. Егер білмесеңіздер, өздеріңіз білетін сүрелерді оқисыздар. 2 ракат тауап намазын бәдәл умраға ниет етіп оқып шыққаннан кейін қайттан лаббайк Аллахумма лаббайк лаббайка ла шарика лака лаббайк иннал хамда ва ни'мата лака вал мульк ла шарика лак деп тәлбияны айтып келесіздер. Ер адамдар дауыстап, әйел адамдар іштен айтады. Өстіп Әл-Харам мешіт Кағба территориясына кіргенге дейін сол тәлбияны айтып келесіздер. Енді осы қара тастан қайттан Бисмилля Аллаху Акбар деп 3 рет сәлем беріп қайтадан жасайсыздар. Дәл сол умраны қалай жасадыңыз, дәл солай қайталайсыздар.
осы жеті бітеді. Содан кейін Ибрахим мархумның аты 2 ракат намаз оқисыздар, тауап намаз оқисыздар, замзам су ішесіздер, содан кейін Сафа Маруа барасыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп бүйтіп жүгіріп аяқтайсыздар. Аяқтағаннан кейін шаш аласыздар. Шаш алғаннан кейін ихрам шықтыңыздар. бадал умраңыз бітті. бадал умраңыз қабыл болсын. Барлығымыздың да бадал умрамыз қабыл болған пенделерден болайық. Жақсылықта қауышайық. Бұл яғни бадал умра, бұл басқа. Сіздер бадал умра жасамайтын болсаңыздар, тек қана умрамен шектелсеңіздер болады. Оң қолыңызды алақанын сүйіп, бисмилля, Аллаху акбар деп дәл осылай қара тасқа қарай қаратып 3 рет жасайсыздар. Әр кругты тауатты бастаған сайын дәл осылай 3 рет қайталайсыздар. Ибрахим мархума деген міне осы назарларыңызда. Және ер адамдар сүннет бойынша осындай аяқ киім киесіздер. Яғни үстің ғана подъем дейді ғой, орысша айтқанда доп тебетін жер. Тобық дейді арабша. Екі жағындағы тобық және үстіңгі тобық ашық болу керек сүннет бойынша. Бұл Сафа Маруа жазығында жүрген кезде қажет болады бұл аяқ киім. Ал Қағбаның қасында енді абзалырақ, жалаң аяқ жүрген абзалырақ дейді. Біздер жалаң аяқ айналдық. Және мына аяқ киімде қарасаңыздар, үстіңгі мына табанға қарамағысы беті ашық болу қажет. Ал ихрам киген кезде көбіне арық адамдарға ихрам дұрыс тұрмай жатады. Яғни тауап кезінде шешіліп кете ма деген қорқыныш туындаса, ол енді денелі толықша келген адамдарда да сондай қауіп яғни ойында болуы мүмкін. Сол себептен егер қорықсаңыздар, осындай ремендер сатылады, осындай ремен сатып алсаңыздар болады. Ал былай күнделікті шалбар киіп жүрген ремен ол жарамайды. Арнайы біздер осындай ремен алдық. Енді міне дұғаларға көшейік. Міне тәлбия. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лакка лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деп Қағбаны көргенге дейін айтасыздар. Қағбаны көрген кезде бір дұға бар. Я Аллахым, мені барлық мені мейіріміңе бөліп, барлық дұғаларымды қабыл ете көр деп Қағбаны көрген кезде дұға етесіздер. Және 3 рет сәлем беріп айналған кезде бірінші кругта Фатиха сүресін айтуға болады. Ақлас сүресін айтуға болады. Яғни өзіңіз білетін сондай сүрелерді, дұғаларды айтсаңыз болады. Енді мен нақты кесіп айта алмаймын, осы абзалырақ, осы болмайды деген сияқты. Өзіңіз қалаған дұғаларды, сүрелерді айтасыздар. Енді біздер Фатиха, Ақласты айттық. Сосын ең бірінші енді Алладан кешірім сұрау, астағфирулла деген дұғаларды, зікірлерді айтып жүрдік. Және де кейбір адамдардың ақысына кіріп кеткен болсаңыздар, сол адамның атын айтып біздер яғни сол адамның кешіруін сұрадық. Себебі кейбір ұстаз ғалымдардың айтуы бойынша Алладан қарағанда жаңағыдай адамдардың кешірмеуі және ақысы яғни үстем болып жатады деп айтады. Себебі Алла тағала ол мейірімді, адамның күнәсін барлығын кешіріп жіберуі мүмкін, ал адамдар ол кешірмей қалуы мүмкін. Сол себепті кейбір адамдарға мысалы қатты зиян тигізіп қойған болсаңыздар, қатты жамандап қойған болсаңыздар, енді естеріңізде қалғандары болса, солар яғни Алладан сұрап, сол адамның мені кешіруін тілеп деген сияқты
соған жасап қойып едім деген сияқты сондайлар айтуға болады. Егер есіңізге түспесе, оны еске алып қажет емес. Жалпы енді барлық жасаған күнәларыңды Аллахым кешіре көр, жаңа адамдарға жасаған күнәларын кешіре көр, қиянаттарын кешіре көр деп, және талай адамдарды біраз жерге апарып тастадық қой, сөзбен, ісімізбен, сондайларды барлығын айтып айналсаңыз болады. Және емен бұрышына келген кезде қайттан Роббана атина фид дуния хасана деген дұғаны айтасыздар. Яғни ол барлық дұғаларды негізі қамтиды. Я Аллахым, я Раббым, мені осы дүниеде де жақсылық бер, ана дүниеде де жақсылық бер деген яғни дұға. Яғни бұл екі жақтың да бәрін уже сұрап тұрсы да негізі. Сонымен қатар айтып жатады, яғни менің барлық дұғаларымды қабыл ете көр деген сияқты. Осы сәттен бастап өмірдің соңына дейін барлық дұғаларды қабыл ете көр деп. Яғни бұған тағы да қосарым, яғни мен үшін, отбасым үшін қайырлы, берекелі дұғаларды қабыл ете көр деп қосып айтқан жөн деп ойлаймын. Себебі мысалға сіз бір қызығып дүние мүлік немесе бір басқа заттарды мысалға дұға етуіңіз мүмкін. Ал орындалып кетсе, ол сізге қайырсыз ба, қайырлы ма, тағы бір Аллаға мәлім да. Сол себепті не берсеңіз де қайырлысын беріңіз деп сұраған абзалырақ деп ойлаймын. Бұл енді менің пікірім. Себебі Мұса алейхиссаламның дұғасы бар. Робби инрима аззатта илля ямин хайрин факир деп. Яғни, я Аллахым, мен сенің әрбір нығметтеріңе мұқтажбын, яғни. Сол сияқты, яғни нығметіңе сәйкес өзің қайырлысын, берекелісін сұраған жөн деп ойлаймын. Мысалға, сіз жар сұрасаңыз да қайырлысын сұрау керек, ұрпақ сұрасаңыз да қайырлысын, берекелісін сұрау керек деген сияқты. Кәсіп болса да, қай жағынан да. Яғни енді Алланың ризалығына бөленуді сұрау, яғни не істесем де Алла разы болатын істер жасау, ықыласпен жасау, Алланың ықыласына бөленуді сұрау, яғни иманды бекіту, тақуалығымды күшейту, нық болу Алланың жолында, Алланың ықыласына бөлену, тұрақтылық болу, жүректің тыныштығын нәсіп ету, адал, таза, пәк жүрек болу нәсіп ету, көркем мінезді болу нәсіп ету, денім сау болу нәсіп ету. Яғни бұлардың бәрін осы сәттен бастап өмірдің соңына дейін деп осылар тілейсіз. Яғни көркем мінез болғанда да, яғни қайырлы көркем мінез. Себебі кейбір сіз мінезге сіз шыдамай да қалуыңыз мүмкін. Сол себепті көркем мінез сұрағанда да ол қайырлы көркем мінез сұрау керек. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сай өмір сүру. Я Аллахым, жүрегімді иманға бекіт, тура жолдан айырма. Я Алла, жүрегімді тазарт, дұғамды қабыл ет, маған ең жақсы нәрселерді нәсіп ет деп сұрау. Және де кешірім сұрау, көптеген истихфарлар айту. Осы сәттен бастап өмірдің соңына дейін мысалы өткен және келешек күнәларын кешіре көр, болашақта жасайтын күнәларын кешіре көр, жамандықтан сақтай көр, бәле-жаладан сақтай көр, таза жаңа өмір бастау нәсіп ете көр, салиқалы, қайырлы, берекелі, денім сау, бақытты ғұмыр кешуді нәсіп ете көр, рухани тазаруды нәсіп ете көр, ішкі және сыртқы әдемілік нәсіп ете көр. Яғни ішкі жан дүнием нәсіп еткендей, сыртқы жан дүнием нәсіп еткендей, ішкі жан дүнием нәсіп ете, әдемі болып нәсіп ете көр, нұрланып жүруді нәсіп ете көр. Өзіме осы сәттен бастап өмірдің соңына дейін жаңағыдай салиқалы жар, ұрпақ, және балалардың тараған ұрпақтар барлығына иманды, салиқалы, қайырлы, мейірімді, көркем мінезді, адал, пәк, және ер бала болса ер мінезді болуды, қыз бала болса қыз мінезді болуды, нәзік болуды, дендері сау болуды, екі дүниеде қуанышқа бөлейтін, бауырмал, тату, мейірімді, үлгілі, білімді, Алланың разылығында болатын, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне болатын, сүннетіне сай, ата-анасының ризашылығына бөленетін, ел жұртқа үлгілі, естігенде тек алғыс болатын, екі дүниеде де бай, әл ауқатты, сондай қари болуды нәсіп ете көр деп сұрауға болады. Танымал болу нәсіп ете көрді. Көбісі танымалдықты қалайтындар болса егер. Және де Алладан басқа ешкімге мұқтаж болмай өтуді, еңсемдік болуды, ешкімге қарыздарда болмай, ешкімге зиянымда болмай түзіп жүруді нәсіп ете көр жаңағыдай. Мен және менің отбасым және ұрпақтарым, бүткіл балаларым екі дүниеде де бақытты, бай болуды нәсіп ете көр.
және өзгелер менен үлгі алатын тұлға болсам, менен үлгі алса екен деген сияқты, жақсы азамат болсам екен деген сияқты, иманды, қайырлы, адал, берекелі, шын, жанашыр достарым, орталарым болса екен деп, яғни жақсы танымалдық қалайтындар жақсы жағынан танымал болсам екен деп сұрауға болады. Мысалға әке-шеңіз болса, әке-шеңізге жақсылап дұға етіп, ауырып жүрген болса дендері сау болып, енді ауырмаса да яғни денсаулық тілеп қоюға болады. Және де әке-шешесінің ризашылығына бөленуді сұрауды нәсіп етуі. Және әке-шешемізді мысалы рухани дерттерден және өзінің бойындағы дерттерден, рухани дерттерден сақтай көр мысалға. Және де шипалардан, өзің ауырып жүрген дерттерің болса, соларды айтып мысалға, солардан. Және бір туысқандарда біреу ауырып жүрсе, соның мысалға атын айтып, және әкесінің атын айтып, яғни бірдеңе қызы немесе бірдеңе ұлы деп соған айтуға болады, дұға етіп, жазылып кетсін, сауығып кетсін, Аллах өзің шипаңды бере көр деп. Яғни шипа сұрайтын өзінің бір арнайы дұғасы бар негізі, Алладан шипа сұрау дұғасы. Ризық несібеге келетін болсақ, осы сәттен бастап өмірінің соңына дейін халал, берекелі, адал табыс нәсіп ете көр, кәсіппен айналысу нәсіп ете көр, үлкен кәсіпкер болу нәсіп ете көр. Яғни өзің көп күш салмай-ақ, яғни кәсібін тез жүріп кетуді, берекелі болуды, қайырлы болуды, Алла жолында және халыққа пайдасы тиетін сондай кәсіп болу нәсіп ете көр. Және де қиындықтардан, бәле-жаладан, азғырушылардан, аурулардан, уайымнан, қорқыныштан сақтай көр. Және де еліміз аман, жұртымыз тыныш болуды нәсіп ете көр деп сұрауға болады. Елімізде салиқалы, қайырлы, иманды, үлгілі, көркем мінезді, білімді, әр адам өзінің маманы, саланың маманы болатындай, халықтың шын ахуалын ойлайтын, халыққа шын жанашыр, яғни Алласын таныған сондай басшылар нәсіп ете көр деп елімізге сұрауға болады мысалға. Ол тек қана мысалға елбасы емес, енді мысалға кішігірім әкім болса да, ауылдың басшысы болса да, немесе қарапайым жұмыста сіздің кішігірім мысалға бір 4-5 адам жұмыс жасайтын кәсіптің өзінде де басшысына да сондай, яғни ол да басшылық қой. Сондай адамдар болса, біздің еліміз көркейеді, дамиды деп ойлаймын. Ең бастысы елімізге көбірек дұға етіп қойыңыздар. Қиямет қайымға дейін еліміз жаңағыдай тәуелсіздігі мәңгі болсын, қияметке дейін тәуелсіздікте болуды нәсіп ете көр. Және де қазақ ұлты осы қазақ болып қалуды нәсіп ете көр. Яғни ешкімге мұқтаж болмай, ешкімге қарыздар болмай, сондай үлгі аларлықтай мемлекет болуды нәсіп ете көр деп. Және де ұрпақтар сұраған кезде де жаңағыдай ер мен ер, қыз бен қыздар қосылып жатыр, мысалы сондайлардан сақтай көр деп мысалға соны тілеуге болады. Себебі мысалға Мекке қаласында білесіз ғой, енді тақыр жер, құмдақ, бірақ барлығы бар да, мысалы жеміс-жидектердің. Кезінде соған Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам енді баласына келген кезде, Алла осы Мекке қаласын яғни берекелет деп дұға етіп содан қабыл болған екен да. Және де Медина қаласында мысалға бұрын бір оба ауруы ма сондай көп болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағыдай көшкен кезде Абу Бакр радиаллаху анху ауырып қалды, тағы басқа сахабалар ауырып қалды. Сол кезде мықты оба болғандықтан яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дұға етеді. Сол кезде Алла тағала дұғасын қабыл етіп, яғни Медина қаласын сондай обадан, яғни аурудан айықтырады. Білесіз ғой, Абу Талибтің әйелі қайтыс болады ғой, сол жолда оба ауруынан. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің жаңағыдай бір шапан сияқты бірдеңесімен жаңағыдай бетін жауып сөйтіп көмгендігі туралы айтады сирада. Содан жаңа дұға еткесін сол қала берекелі болады. Сол сияқты сіз, яғни біздің еліміз сіздің дұғаңызға мұқтаж болуы мүмкін. Ең бастысы мысалға жұрттар көбісі отбасы анау жазылып кетсін, анау сауығып кетсін деп айта береді ғой. Мысалы ол сауыққанмен енді бірінші орында бізде енді мемлекет қой, енді мемлекетіміз аман болу керек. Көк аспанымыз ашық болу керек.
осындай қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтындай болу керек деген сияқты. Қазір мысалы Аллаға шүкір, мысалы сондай яғни тәуелсіз, жаңағыдай бейбіт болайық деген сияқты соны көбірек айту керек қиямет қайымға дейін. Және ешкімге жаңағы қарыздар болмай, мұқтаж болмай, жаңағыдай өзіміздің халқымыз өзімізге жұмыс жасап, yani шетел аспай, мысалға азып тозып кетпей, сондай өзіміздің қазба байлықтарымыз өзіміздің елімізге тиесілі болуды, өзіміздің халыққа тиесілі болуды нәсіп етуге деп сұрау керек. Мысалы араб мемлекеттеріне барсаңыздар көріп тұрсыздар ғой, араб мемлекеттері өздері жұмыс жасамайды, және сырттан келгендер жұмыс жасап жүр. Сонымен қатар олар өздері жаңағыдай біз ештеңе істемедік деп жаңағыдай құлдырап кеткен жоқ та, ол адамдар бірдеңелермен айналысып жүр. Мысалы бір кәсіптің басшысы, яғни бір-бірлерін жаңағыдай финансовый түрде қолдап, сондай жақсы жағынан мен көрдім енді негізі. Сосын айтып жатырмын, біздің қазекеңдер де жаңағыдай бір-біріне жаңағы қарыз алмай, наоборот бір-біріне жаңағыдай, о бауырым, сізде мынандай проблема болып тұр ма, мә саған 5 миллион ақша, мә саған 10 миллион ақша, де қайтармай ақ қой, уақытың келіп жатса бір қайтарарсың деп, сондай андай беруші құлдардан болайық деп тілеймін да. Мысалға біздер мысалы қазір біреу 10 мың теңге, 100 мың теңге, 1 миллион теңге береді да, қарызды қайтар, қарызды қашан қайтарасың дейді, сосын ол қашып жүреді. Сондай сөйтіп мысалға көбісінде мен байқағаным сондай да. Біз ондайдан да сақтанайық, ешкімге қарыздар болмай, ешкімге мұқтаж болмай өмір сүруді нәсіп етуге деп көбірек сұрау керек. Яғни еліміз ешкімге тәуелді болмай, ешкімге жаңағыдай бас иемей, жаңағыдай бүйтіп емін еркін көкірегімізді бүйтіп кең ұстап жүретіндей, біз қазақпыз деп кәдімгідей емін еркін айтып, жаңағы адамдар кәдімгі басқа мемлекеттер бізден үлгі алатындай кәдімгідей мықты болайық деген ғой. Әлі де қазірде де шүкірміз ғой, бірақ сонда да әйтеуір талай ата-бабаларымыздың армандары ғой. Ата-баба демекші, мысалға енді ол жағын білмеймін, дұрыс па, өткен ата-бабаларымыздың кешірім сұрап қою керек мысалы Алладан. Кезінде мысалы талай елім деп, жерім деп қан төккен ата-бабаларымыз бар, неше түрлі хандары бар, және олардың қасында аттар аталмаған қарапайым халық бар да. Мысалға жаңағы бүткіл байдың жағдайын жасап беріп тұр, жаңағыдай ханның жағдайын жасап беріп тұр, жаңағыдай еліміз, қазақ халқы біртұтастығын сақтау үшін жаңағыдай ханды көтермелеп, беретін жерлерде мысалы малын беріп, сондай сияқты, сондай аты аталмаған да бабаларымыз бар да. Сол себептен жаңағыдай аты аталған, аты аталмаған бүткіл бабаларымыздың атынан жаңағыдай Алладан кешірім сұрап қоюымыз керек. Себебі олар тәуелсіздік аңсап кетті. Мысалға кейбіреулер жаңағыдай осы қазақ елі дамысын, осы қазақтың шекарасы жаңағыдай бөтен елге кетіп қалмасын, тәуелсіздік алсын деп талай мысалға ата-бабаларымыз бар. Ақтық қаны тамғанша, біткенше, яғни соңына дейін кәдімгідей адал еңбек еткен мысалы. Бірақ ол тарихта қалмауы мүмкін. Мен де, сіз де естімей болуы мүмкін да. Вот сондай кісілердің аттарынан яғни кешірім сұрап, ол аталарымыздың аттары жаңағыдай халық біліп жүрсін деген сияқты дұға айтып қойсаңыз, әйтеуір бірдеңеден информация шығар. Жалпы солардан кешірім сұрап қоюыңызға болады, солардың атынан. Оларға да жаннаттық тілеп, жаңағыдай бір Құран оқытқандай болып ше. Мысалға біздер мысалға ата-баба десе, мысалы 86 жылғы көтеріліспен жаңағы Ақтабан шоғырында сондайлар еске түседі. Оның басқа да нелері бар. Мысалға ашаршылық кезінде де, басқа кездерде де мысалға бір ауылдық жерді сатап қалған, жаңағыдай халық сатап қалған кейбір нелері бар болуы мүмкін. Керемет тұлғалар. Сол қазақтың, яғни біздердің болашағымызды ойлап, тәуелсіздік үшін аңсап кеткен, барын қолындағысын бәрін аямай, бар мүмкіндігін пайдаланған бабаларымызға сол Құран оқығандай болып дұға етіп жіберуге деп ойлаймын. Себебі олар сол сіздің дұғаңызға мұқтаж болып жатуы мүмкін. Ең бастысы елімізге көбірек айту керек. Еліміз аман болса, бәріміз болады, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Жақсы орта сұрауды, жақсы жұмыс нәсіп етуді, және жақсы көрші нәсіп етуді, көп сауап жасаушылардан болуды,
яғни сауаптарымыз адалынан, яғни ертең тауда сауап болып оның бәрі пытырап жан жаққа шашырап кетпейтіндей, енді естіген шығарсыздар ондай нелерді, уағыздарды. Сондай болмайтындай бір тау сауап келіп сіздің кәдімгідей жәннатқа кіруіңе себепкер болатын сауаптардан болуды. Осы бәрі қазақ даласында жалпы мұсылман бауырларға жәннатқа кіруді, жәннаттық болуды нәсіп ете көр деп, жәннатта жүздесуді нәсіп ете көр деп, тозақтан сақта, қабір азабынан сақта, басқа да азаптардан сақтай көр, жеңіл есеп беру нәсіп ете көр, таразымыз ауыр тартуды нәсіп ете көр, сырат көпірінен жеңіл әрі оңай өтуді, сауаптарымыз көп болуды, амалдап теміз оң жағынан беруді нәсіп ете көр деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шапағат ететін, шапағатына бөленетін құлдарынан болуды нәсіп ете көр. Я Алла, бізге бұл дүниеде де ақыретте де жақсылық бере көр, тозақ азабынан сақта деп дұға ету. Бұл осы барлық мұсылман бауырларға тілеймін деп. Және де менен, менің әулетімнен дәметкен, басқа да аты аталған, аты аталмаған мұсылман бауырларға, елім жерім деп қан төккен бабаларыма, яғни солардың жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа қылғай, өткен күнәларының қате кемшіліктерін кешіре көр, қабір азабын сақта, тозақ азабын сақта деп, амал дәптерлерін оң жағынан беру нәсіп ете көр, жәннаттық қылғайсыз деп нәсіп ете көр деп. Және де елімізде берекелі, қайырлы отбасылар көп болуды нәсіп ете көр деп. Себебі мемлекетіміздің ең бір тірегі отбасы. Біздегі ажырасулар көп. Сол себептен яғни барлық отбасылар ажыраспайтындай, берекелі, қайырлы отбасылардан болуды нәсіп ете көр. Сондай отбасылар көбейіп, яғни ажырасу жағынан 0% болуды нәсіп ете көр деп. Себебі біздің мемлекетіміз тірегі отбасы, ондықтан отбасымыз сондай күшті болса, барлық жерде ешқандай бала да жетім қалмайды, ешқандай бала да жыламайды деп ойлаймын. Және де отбасылар жаңағыдай мейірімді әке болуды, мейірімді ана болуды, қайырлы, берекелі, үлгі тұтарлық сондай ата-ана болуды, отбасы болуды нәсіп ете көр деп сөйтіп сұрай беру керек. Себебі қаншама балдары бар, әкесі бола тұра әкесінің мейірімін көрмеген, анасының мейірімін көрмеген, кейбіреулер мүлдем анасын көрмеген, әкесін көрмегендер бар. Сол себептен яғни сәбилер жетім қалмасын деп дұға ету керек көбірек. Сосын барлық ұрпақтарымыз ер адам ба, ер адам болып қалсын, ер мінезді болып, қыз бала ма, қыз мінезді болып, қыз болып қалсын деген сияқты. Себебі қазір неше түрлі батыс елдерінің насихаттарын ауытқып жатқандары бар. Жүректеріне иманды болуды, қайырлы, берекелі болуды, дендері сау болуды. Сосын сондай ұрпақтардан яғни елімізге пайдасы тиетін, елімізді көркейтетін, елімізді дамытатын, сондай халық үшін халықтың жағдайын жасайтын, және тек қана біздің елімге емес, жалпы әлемге де ықпал ете алатын сондай тұлғалар, ұрпақтар дүниеге келуді, сондайлар тәрбиеленуді, келуді нәсіп ете көр деп сұрау керек. Мысалға бізде кейбір отбасылардан сондай жақсы тәрбие алып, жақсы бала билік басына келсе, халықтың да жағдайын көтерсе, бізге жақсы емес па? Бүткіл әлемге де үлгі болса, бүткіл экология жағынан, табиғат жағынан да, барлық жағынан ол жақсы болады. Бізде қазір экология енді нашарлап жатыр ғой. Енді экологияны аман сақтаса, жан-жануарлар солардың да өздерінің ақысы бар. Оларда оларды қорғайтын және суларда тартылып жатыр. Сол енді экологияға байланысты болғандықтан енді оның да жағдайын жасайтын шығар деп үміттенеміз ғой. Енді суларды тартылмай, өзен көлдерде тартылмағасын, ол экологияға қатты әсер зиянын тигізбейді деп ойлаймын. Енді естідіңіздер ғой, енді талай көл тартылып қалып, талай экология болып жатыр әлде де. Сондайлары алдын алсын деген сияқты, сондай ұрпақтар дүниеге келсін. Не только что өткен шақта жаңағыдай батырлар ол болды ғой, бәріміз білеміз. Сондай батырлар қазірде де дүниеге келсін. Яғни батыр болғанда енді қазіргі заманның батыры ғой, енді қазір өйтіп найжамен бет шабатын батыр енді емес та, енді андай бір
біліктілік жағынан, ғылыми жағынан, адалдық жағынан, сондай ел басқару жағынан басқа үлгілі болатындай сондай бір тұлғалар көптеп болуды кәдімгідей, және бір-бірін жаңағыдай сынап қарамай, керісінше бір-бірін бауырмал тұтып, бір-біріне поддержка беретін, қолдау көрсететін, елді дамытатын, халықтың көзін ашатын. Мысалға кезінде мысалға Юсуп Мирағұлы, Денис Бениздер мысалға көріп өстік. Мысалға бізге мысалға түк берген жоқ, қаншама уақытымызды алды. Мысалға соны жақсы передача берудің өзі де мысалға адамға күшті әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы енді артық кетсем кешірерсіздер. Мысалға бізде технология ойлап табатын сондай жақсы басшылар болғасын, жақсы мысалға сондай ғалымдар туады деп ойлаймын. Сосын бір технология ойлап табады, өзімізге пайдалы. Енді артық айтсам кешірерсіздер. Енді сөйтіп дұға ете беріңіздер ең бастысы деп ойлаймын, менің ұсынысым. Ал артық айтып дұрыс не істемесем кешірім өтінемін. Бірақ енді сіздер де қатты естіп алып андай эмоцияға беріп кетпеңіздер, қызбалыққа салынып деген сияқты. Бірақ енді көбірек тілеу керек, еліміз туралы үйкінеді да. Сосын тағы не бар айтатын. Яғни бұларды мен неге айтып жатырмын? Сіздер мысалға умраға баратын болсаңыздар, осы видеоны жіберіңіздер да осыны қарасын, елге көп дұға етсін. Мысалға Талғат Бигелдинов атамыз соғыс кезінде қанша рет мысалы әуеде ұшқан, бірақ бірде-бір мысалға немістің оғына яғни тимеген да мысалға. Себебі болған соғысқа баратынын біліп, әжесі бір яғни Құранның аятын жаттатқызған екен да. Сол үнемі ұшақпен ұшатын кезде соны айтып ұшаққа қонып әуеге көтеріледі екен. Сол себепті оған оқ тимеген. Мысалы қандай батыр атағын алып отыр мысалға. Енді ол соғыс туралы ештеңе айта алмаймын. Жалпы ана дұға туралы айтып тұрмын да. Мысалы және де бір Бауыржан Момышұлы да, егер жаңылыспасам, сол да бір Ясин сүресінің бір аятын оқып, мысалы аман қалғандығы туралы. Сол себепті яғни сүрелер, нелер аят болғандықтан, сіздер енді Қағбаға барғандықтан көбірек дұға ете беріңіз, үйде дұға ете беріңіз. Осы ел туралы әсіресе көбісі жаңағыдай анау сауығып кетсін, мынау үйтіп кетсін, мынау бүйтіп кетсін, жаңағыдай машинам болсын, қарыздан құтылсын, бүйтеді да, бір өзінің төңірегінен шықпайды да. Біздер жаңағыдай ел туралы, болашақ туралы көбірек айту керек. Біз андай елді жамандап жатқан жоқпыз, ешкімнің несін ақысына кіріп жатқан жоқпыз, ешкімді жаңағыдай жұмысын кемсітіп жатқан жоқпыз. Бірақ сондай жаңағы тілей беру керек та, тілесең. Мысалы біздер бұрын простой сотка болдық, простой соткадан сенсорный соткаға көштік. Мысалға бізді ешкім ал деп те қинаған жоқ, ешкім қинаған жоқ. Біз өзіміз жаңағы простой соткадан мынандай сенсорный соткаға көштік, өзіміз қалай білмеймін. Мысалға өзімізден көштік. Мысалға сол сияқты жаңағыдай ұрпақтар келсе, біз жаңағыдай жайлап дамып көтеріле береміз да. Мен ешкімнің жаңағыдай бірдеңені жамандап жатқан емес. Енді артық кетсем кешірерсіздер. Ұрпақтар жаңағыдай бір-біріне бауырмал болсын, жаңағыдай Алла разы болсын, жаңағыдай игі істер жасап, Алла разы болсын, шын ықыласпен сондай ұрпақтар дүниеге келуді, сондай ұрпақтар келуді, көзі ашық, білімді болуды, жаңағыдай бір-бірін жаңағы сынап қарамай, кемшілік қарамай, жақсы жағынан қарап, бір-бірімізді бауырмал көтермелеп, сондай жақсы көрші, жақсы орта, жақсы отбасы, жақсы халық болуды, шайтан азғыруынан сақтап, жаңағы уәсуасынан сақтап деген сияқты сондай ұрпақтар. Яғни сондай жақсы басшылар келсе, біз экологияны жақсарады. Экология жақсарғаннан кейін біздің тұрмыс салтымыз да жақсарады, көбісінің денсаулығы да жақсарады. Мысалға денсаулық жақсы болғаннан кейін көңіл күйіміз жақсарады. Көңіл күй жақсарғаннан кейін енді былай да былай енді саяхаттайсыз деген сияқты. Қарыздан құтыласыз, денсаулықтан жақсарады дер. Жаңағыдай басшылар келіп өндіріс орындары көп темірде ойлап тапса, жұмыстың реті де көп болады, еліміз дамиды. Жалпы енді артық кетсем кешірерсіздер. Көбірек сол дұға етіңіздер елге, елдің болашағына, өткен кеткен бабаларға да дұға етіп қойыңыздар. Сол енді. Әйтеуір барлығымыз тура жолдан, таюдан сақтай көр деп, өмір тура жолда болуды, жаннатта жүздесуді, осы қазақ елі, қазақ азаматтар деп, және тек қазақ азаматтар, бүткіл мұсылман бауырлар, мұсылман мемлекеттер, жалпы адамзат баласының жүрегіне хидаят беріп иманға келуді, бүткіл әлемде бейбітшілік болуды, бір-бірін жанашыр бауырмал болуды, білімді,
сол жақсы сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жаңа елге және ұрпағымызға тілеп жатырмыз ғой. Ұрпақ тілегеннен кейін мысалға ер бала болса енді жақсы, қайырлы, берекелі келін алсын, сырттың адамы жақсы, берекелі, қайырлы болсын деп, ал қыздарымызға жаңағыдай жақсы, салиқалы, қайырлы, берекелі, сонда күйеу бала жолықсын деп сөйтіп тілейік. Және олар бақытты болсын, қосағымен қоса ағарсын, үлгі аларлық отбасы болсын. Сөйтіп сондайда тілеу керек мысалға. Және де қайырлы, берекелі өмір өзіңе мысалға. Қай жерде жүрсең де мысалға, жұмысыңда да, үйде де мысалға берекелі, қайырлы өмір. Сосын әр нәрсеңді ақысын бере алсам екен деп ше, мысалға үйленесің, мысалға сен жарыңның ақысын беру керек, балаларына ақысын беру керек, жұмысында ақысы бар, мысалға адал еңбек ету керек деген сияқты. Көшеде де мысалға біреу бірдеңе сұрап келсе де оның да ақысы, көш ақысы бар. Жалпы адам баласы енді ұзақ ғұмыр өмір сүргісі келеді ғой. Егер сондай ұзақ ғұмыр сұрайтын болсаңыз, яғни қайырлы, берекелі өмір, қайырлы, берекелі қарттық сұраңыз. Себебі мысалға, ой, мынау бір кәрі шал, ой, мынау бір кәрі кемпір, кәрі әйел деп сондай сөздер естімейтіндей, сол жаңа дұға етсеңіз, сіздің өзіңіз жаңа қарттық өміріңіз қайырлы болады деп ойлаймын. Және де сіз балаларыңа, ұрпақтарыңа сұрағасын, балаларыңда, ұрпақтарыңда сонда қайырлы, берекелі болады деп ойлаймын. Және елге, осы елдің бүткіл балаларына, ұрпақтарына сұрағасын, ол көшедегі адамдар да сізге ілтипат білдіріп, жалпы орныңыз төрден болады деп ойлаймын. Сол үшін елімізге көптеп сұраңыз, еліміздегі бүткіл отбасыларға, адамзат баласына сұрай беріңіз аузың шаршағанша. Себебі сіз елге келгеннен кейін асықпай демаласыз. Себебі Қазақстан Сауд Арабияға алыс қой, мысалы бір көрші, бір ауыл емес, мысалы сіз бәленбай жерден барып тұрғасын, еңбектен барып тұрғасын жерде мүмкіндікті барынша пайдаланыңыз. Яғни отбасы айналасы тек қана адам сау болып қойсын, қарызы болмай үйтейін машина алайын немесе бірдеңе болсын деп өзіңіздің шеңберінде емес, осы мемлекет шеңберінде де көбірек елім, жерім деп көбірек аузыңыз талғанша айта беріңіз дұғаларды. Себебі Алла қаласа елге келгесін асықпайды, демаласыз от души. Енді елде жүріп та тілей беруге болады ғой, бірақ ана жерде міндетті түрде қабыл болады да. Себебі осы кездегі біздің жүргеніміз сол ата-бабалардың еңбегі, ақтық қаны тамғанша елімде жерімде еңбек етіп, және дұғалар олардың адал астан, адал дұғаларының арқасында Алла тағала қабыл етіп біз осылай жүрміз. Сол сияқты көбірек дұға ете беріңіз, ерінбей мысалы. Алла тағала егер қаламаса дейді да, мыңдаған, миллиондаған адам жамандық қаласа дейді да, мысалы біреу де зиян тигізе алмайды дейді да, мысалы егер Алла тағала қаламаса. Сол себепті Алла тағаладан біздің елді мекенді құтты беріп қою, берекелі етіп қою біздің Қазақстанды. Сол қиямет қаямға дейін тәуелсіз қылып қой, емін еркін ешкімге мұқтаж болмайтындай, сондай берекелі, күшті, ғұмырлы, керемет етіп қойып дұғаны аузын шаршағанша айта бер. Жатқанда гостиницаға барғанда да айта бер. Салауат айтсаңыз да айта бер, Құран оқысаңыз да айта беріңіз, зікір айтсаңыз да айта беріңіз. Ұшаққа жол жүрсеңіз де әйтеуір сол сапардан дұғасы қабыл деп сол бәрі елге тілей беріңіз. Қайда еліміздің арқасында біз күшті болып жүрміз мысалға. Аллаға шүкір. Рахмет. Комментарий жазып қойыңыздар. Жалпы назарларыңызға көп рахмет. Барлығымызға Алла разы болсын. Алла тағала дұғаларымызды қабыл етсін. Алланың сүйікті құлдарынан болайық. Егер ақпарат шынымен сізге ұнаған болса, достарыңызға, таныстарыңызға осы ссылкамен таратып қойыңыздар. Неше түрлі Instagram, Reels, TikTok қарағанша осы бір пайдалы ақпаратты қарап кетсін, бөлісіп кетсін. Себебі мысалға адам соткамен былай күндерде мысалға сағаттап уақыт кетіп жатыр да. Одан да шын ашық, реально мысалы бір сағатты қарап тыңдаған абзал деп ойлаймын. Мысалы Reels қарап, бет қарап, целый дем мысалға есептеген кезде бір 2-3 сағат кететін шығар соткаға. Бір сағат енді максимум. Одан да отырып бір сағатты қосып қойып жұмыс жасап отырып тыңдап жүрсе деп ойлап, бір пайдам тисін деген мақсатпен салып жатырмын. Барлығымыз Алла тағаланың сүйікті пенделерінен болайық. Рахмет, бөлісіп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Маған да дұға айтып қойыңыздар. Мені де дұғаларыңызға қосып қойыңыздар.